Достар, сәлем. Мен есімім Гаухар және менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода бізде рум-тур. Бұрын өзім ютуберларды көрген кезде, өзім армандайтын, мен де осындай видео түсірсем ғой, мен де осылай жасасам ғой деп, мінекей енді сондай мүмкіндік туып, өзім түсіріп жатырмын. Және өте қуаныштымын. Ендеше кеттік, бастаймыз. Үйге кіреберістен бастайық. Мінекей, мынау біздің подъезд. Мен қызымның, дочакайымның коляскалары. Енді осылай үйге кіреміз. Үйге кіргенде мына жерде дочакай тұрады. Дочакай, сен не істеп тұрсың? Мінекей кіреберіс осындай. Мына жерде мынандай үлкен айна бар. Мынаның барлығы былай ашылады, жабылады, қозғалады. Оларды ашпай қойын. Мына жерде мынандай кішкентай пуфик бар, астына аяқ киімдер салып қоямыз. Иә, доча, жүр. Оны аузыңа салмай қойсаң болады, доча. Кеттік. Және де міне кіреберістен есік. Бұл біздің кухня. Қазір тамақ пісіріп жатырмын. Әлі бұл жаққа ораламыз. Мінекей, мынау менің бөлмемнің есігі. Былай ашсақ, мына жерде тағы да солнышко. Мінекей визуально осылай көрінеді. Қазір енді детально кетеміз. Мына жерде оң жақта гладильная доска. Ыңғайлы болу үшін мына жерде бізде шкаф. Әрине бұл жерде жеке заттар бар. Мына жерде қызымның шкафын көрсете қояйын, тек бір ашып. Мынау қызымның киімдері тұратын жер. Мінекей, примерно осылай. Астында керек емес постельный белье, сондайлар тұрады. Үстінде шапка, сумкалар лақтырып тастаған. Одан кейін былай қарай қозғалайық. Мына жерде мынандай комод бар. Ішінде менің косметикаларым. Сосын мына жерде мынау қатарда штатив, тоқтар, сондай нәрселер, ашпай қойын барлығын. Мына жерде өткенде жасаған карта желаний. Бұл білмей жүрмін қай-қай ілетінімді, себебі енді білетін шығарсыздар, бәлкім білмессіздер, бірақ үйге көздің суреті бар нәрсені ілуге болмайды. Сол үшін мен ойлап жүрмін, соны алып мына жерге жабыстырсам по размеру келеді екен. Сол кезде ашқан кезде күнде көретін болам. Вот сол пока оны ойланып жүрмін. Содан кейін былай қарай қозғалатын болсақ, мына жерде менің тумбочкам. Мына жағында мен жатам, мына жақта Ержан жатады. Жаным. Мына жерде менің тумбочкам, мына жерде блокнот, керек кітаптарым, астында еш нәрсе жоқ сияқты. Сосын мына жерде увлажнитель, постоянно увлажнительді қосып ұйықтаймыз. Еще бұл увлажнительдің бір жақсы, мына жерінде мынандай арома, короче, маслоны капать етсең, мына жеріне масло капать етесің, сол жерде прям күшті приятный запахпен ұйықтайсың. Мына менің Аиза деген қызым. Да, вкусняшка. Осылай жүреді, өзінің жақсы көретін жері. Мына енді біздің кровать. Бұл жерде айтатын еш нәрсе жоқ. Мына жақта Ержанның тумбочкасы. Мына менікі, мына Ержандікі. Ол жақта Ержанның өзінің заттары. Мына жерге мен өзім гирлянданы жақсы көрем. Сол себепті осындай гирлянда ілдірдім. Және де аудача. Мына жерде көрініс негізінен әдемі болған еді, мынау нені салмай тұрып. Енді былай қарай өтсек, мына жерде бұл енді чисто менің бұрышым, мен өзім жасап алған, өзіме қажет нәрселерді. Мына жерде Икеяның вешалкасы. Мына жерге мен өзім киімдерімді ілем, қазір жинап тастадым, кішкене нормальный көрінсін деп. Мына жерде йогамат. Мен егер спортпен айналысқан кезде сондайда өзім алып шығып, осы жерге жайып жеріп, өзім жаттығулар жасаймын. Одан кейін мынау Альберт. Аудача, ол Альберттің атын мен қойған жоқпын, әрине. Ол Икеяның өзінің атауы. Бұл жерде біздің кітаптар, Ержан екеуміз қызымның оқитын кітаптары бар. Қызым негізінен кітаптарды өте қатты жақсы көреді. Көрсеңіздер болады. Қарай өтетін болсақ, бұл менің жұмыс орным. Өзіме ұнайтын етіп ыңғайластырып алғанмын. Мына жерге мынандай жазулар, картинкаларды өзім распечатка жасап жабыстырып қойдым. Мына жерде
18 источников обретения бараката. Кішкене бір андай диссонанс болып қалуы мүмкін, бірақ та енді мына сөзден кейін мені мотивировать ететін сөздердің бірі. Және де міне иди туда, где страшно, тоже мені өте қатты мотивировать етеді. Сол сөз менің өмірлік ұстанымым десе де болады. Қай жерден неден қорықсам, сол жаққа барам. Мынау менің жұмыс орным, мынау менің тетрадьтарым, мынау ютубқа сценарий жазатын дәптерім, мынау планер күнделікті, мынау новый просто қап-қара страницалары. Бұйырса осыны жазып бастайын ба. Бұған арнайы ақ ручка алу керек. Әлі таппадым ол ручканы. Мына жерде өткенде тойға барғандағы жолдасым екеуміздің, то есть жолдасым қызым үшеуміздің суретіміз. Мына жерде Стамбулдан біздің естелік суреттеріміз, осылай распечатка жасағанбыз. Және мінекей мақауат такой. Осылай. Және де мына жерде былай ашатын болсақ, енді өзіме керек заттар, осы жерде ручка, карандаштар, кітап, акварель, клей деген сияқты өзіме бір керек заттарым. Және мінекей принтер, негізінен мына принтер мына жерде тұрады, оның үстелі мына жаққа шығып кетіпті. Негізі соның үстінде тұрады. Және мына жерде менде штативпен, үнемі осылай тұрады, екеу дуэт болып штатив және кольцевая лампа. Мынау бізде санузел. Кіреміз. Онда еш нәрсе жоқ. Раковина, ванна, стиральная машина и түсіп отқан нучакай. Осылай шықса, мына жерде зал бізде. Мына жерде бұл жаққа кетейін деп жатыр, адамдар соған жиналып жатыр. Мына жерде дочакайдың бұрышы бар, ойыншықтары. Негізі мына жерге не заказ бердім, орындық стульчиктармен, мына жерге мынандай полочка ойыншықтарды салатын. Болды. Мына жерде диван, осындай үлкен. Мына жерде мото татушкасы бар, It's my life деген. Мынау қызымның ойыншықтары, жаңа осы жерде ойнап жүрген. Өте жақсы кітап, айналаны тану деген, және мынандай нелермен ойнап жүр. Қазір карточкалары үйреніп жатырмыз. Сол, мына жерде дочакайым ойнап жатса, мен отырып кітабымды оқып отырам қасында. Және мінекей. Әдемі вид ашылады, негізі таңға жақын тау көрінеді. Қазір просто тау болмай тұр. Кішкене бұлтты болып, тау дұрыс көрінбей тұр. Жерде енді техника, камера нелері сондайлар тұрған. Бәрін алып кеткен шығар. Жерде енді дочакайдың фортепианосы. Мындай кішкентай ғана. И мында телевизор. Осылайша залдан шығамыз. Мына жерде кладовка. Көрсетейін ба, бірақ шашылатқан сияқты, ішінде керек емес заттар, там чемодан, сушилка, клем. Сондай нәрселер бар ішінде. Одан кейін әрине ол кухня. Кухняға осылай кіріп келгенде сол жақта раковина. Жаңа ғана тамақ пісіріп, тамақ жеген болатынбыз, сосын кішкене шашылып жатыр. Мына жерде раковина. Мына жерде ыдыс аяқтар жуылған, тарелкалар, там қисық болып тұрған. Негізі арнайы дайындалған жоқпын бұл видеоға деп па. Мына жерде посудомойка, стиральная машина деп па. Посудомойка. Мына жерде плита, жаңа ғана тамақ пісірдім. Мына жерде духовка. Мына жерде там қасық, анау-мынаулар. Мына жерде салфетка, анау-мынау. Мына жерде тефаль, енді микроволновая печь. Мына жерде там макароны, крупы, күріш, гречка, каша, спагетти деген сияқты заттар. Мына жерде холодильник. Мына жерде подоконник, ол жерде тұрған мантоварка. Мына жерде қызымның істегені, жаңа ғана тамақ ішті. Мына жерде біз күнделікті таңертең обедте және кешке тамақ ішетін жеріміз. Мінекей осындай кухня. Енді кеттік, дочакайға барайық. Достар, осымен мен видеом аяқталды.
видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісіңіздер. Мына жерде менің қызым бәрін қопарып шашып жүр. Менің каналымда қандай видеолар көргіңіз келеді, не көргіңіз келеді, ол туралы да жаза кетіңіздер. Мен кез келген ұсынысқа ашықпын. Және де не айтамыз, Тотя? Айтсақ та? Давай. Не? Отыршы кішкене. Отырмайсың ба? Ну ладно. Бар. Қайда барасың?